Сәлем достар, бұл ойын кино әлемі. Микрофон алдында Нұрасыл Біржан және өткен аптада болған жаңалықтармен танысайық. Ubisoft компаниясында қара жолақ басталды. Компанияның бизнесі құлдырай бастағаны соншалық, ол хабарланбаған 3 ойынның дамуын тоқтатты. Жаңа жобалардың нашар сатылғанына байланысты, олар тіпті Skull and Bones қарақшылар ойынын кейінге шегерді. Оның бәрі қаржылық қиындықтарға байланысты. Атап айтқанда, оларға Mario & Rabbids, Sparks of Hope және Just Dance 2023-тің сәтсіз шығарылымдары әкеліп соқты. Баспагер шығындарды азайтуды жоспарлап отыр. Сонымен қатар үлкен франчайзингтердің жаңа бөліктерін шығаруға және ойын қызметтерін қолдауға назар аударады. 3 хабарланбаған жобаның күшін жою 500 миллион евро үнемдеуге мүмкіндік берді. Ал одан әрі қысқартулар алдағы 2 жылда тағы 200 миллион үнемдеуге мүмкіндік береді. Осы жаңалықтардың аясында компанияның акциялары 20%-ға құлдырап, капиталдандыруы 2010 жылдардың басындағы деңгейге дейін төмендеді. Инсайдер және журналист Джефф Крафттың хабарлауы бойынша, Ubisoft басшылығы корпорацияның барлық активтерін сатқысы келетінін айтқан болатын. Артынан бірнеше кездесулер болды, бірақ ешкім француз компаниясын иемденгісі келмеді. Әзірге Ubisoft үшін жақында жарияланған Assassin's Creed Mirage хикаясының жалғасы негізгі табыс көздерінің бірі болып, компанияны банкроттан алып шығады деген үлкен үміттер артылып отыр. Assassin's Creed Mirage бұл жанкүйерлердің пікірталас арқасында толығымен құралған жоба деп айтсақ та болады. Себебі шығармашылық директорының Games Radar-ға берген сұхбатында, қоғамдастықтың бұндай үлесі болмаса, жоба қолға алынбай, Ubisoft ешқашан мұндай инвестиция жасамас еді делінген болатын. Origins, Odyssey және Valhalla да жақсы қабылданып, жақсы сатылды, бірақ жанкүйерлер барған сайын кішірек оқиғаны көргісі келетінін айта бастады. Соның арқасында Mirage мүмкін болды. Шығармашылық директор атап өткендей, заманауи жабдықтың өнімділігінің артуына байланысты, шағын ойын әлеміне шоғырландыру мүмкіндігінің арқасында әзірлеушілер Mirage ойында болатын бағдаттың егжей-тегжейлерін айтарлықтай арттыра алды. Ойын осы жылдың соңына дейін шығу керек. Ubisoft'тың тағы бір перспективті идеясы. Аватар ойынның бейімделуіне келетін болсақ, бұл жобада баспагердің жағдайына өте жақсы әсер етуі мүмкін. Кем дегенде, ойынның креативті директоры Магнус Янсен Аватар Пандораның шекаралары Джеймс Кэмерон дастанындағы Пандораның әлі зерттелмеген әлемінің ашатын, ойыншыларды 2 фильм арасындағы оқиғаларға батыратын өршіл жұмыс деп атады. Оның айтуынша, әзірлеушілердің ең қызықты міндеттерінің бірі бірегей жаратылыстар мен жаңа кейіпкерлерден тұратын тірі және құбылмалы әлемді құру болды. Пандора ойынында ауа райының өзгеруі және жергілікті тұрғындардың мінез-құлқы ескерілетін болады. Бақытымызға орай, Massive Entertainment, Assassin's Creed, Far Cry 3 және Tom Clancy's The Division сияқты ашық әлемдерде жұмыс істеу тәжірибесі бар. Сондықтан жобаға алаңдаушылық білдірмесе де болады. Пандора шекаралары 2017 жылдары жарияланған болатын, ал алғашқы трейлер тек 2021 жылы жарық көрді. Бұған дейін желіде Пандораның шекаралары ойынында көптеген квесттер, қолөнер, жануарларды қолға үйрету және Ubisoft-қа тән емес динамикалық ауа райы жүйесі болады деген қауесет тараған болатын. Ал Джеймс Кэмерон болса, жобаны қадағалап және оған бұл ұнайды делінген. Аватар ойыны 2024 жылдың 30 маусымына дейін шығады. Жапондық Soleil студиясы IGN-мен бірлесіп Wanted Dead фантастикалық экшн ойынның жаңа трейлерін шығарды. Wanted Dead толығымен жергілікті жауынгерлік жүйенің қыр-сырына арналған. Бұл ойын жақын жекпе-жекпен атысты біріктіреді және басы кейіпкерінің барлық негізгі акробатикалық өнерлерін Dead Alive және Ninja Gaiden өз әзірлеушілері қойған болатын. Басты кейіпкер лейтенант Хан Стоун жауға керемет шабуылдар жасай отырып, катананы шебер қолдануды біледі. Ұрыстың кез келген сәтінде ұрыс қаруының орнына мылтықтарды, тапаншаларды және тіпті гранаталарды қолдануға тура келуі мүмкін. Ханна Стоунның қабілеттерінің дамуы үшін негізгі бұтақтары бар шеберлік ағаш бойынша жүреді. Шабуыл, қорғаныс және қолдау. Ойыншының өзі кейіпкердің қай бағытта даму керектігін таңдай алады. Мысалы, жақын шайқасқа немесе атыс қаруына көбірек көңіл бөлетіндей өнерін арттыра алады. Steam жүйесінде жүйелік талаптар жарияланған болатын. Бірақ ойын тек компьютерлер үшін ғана емес, сонымен қатар Xbox пен PlayStation 2 буыны үшін де жасалуда. Шығу күні 14 ақпан. Жақын арада BioWare Mass Effect-ның жаңа бөлігі туралы егжей-тегжейлерді жариялай бастайтын сияқты.
Компания бастапқы трилогиядағы Нормандия кемесінің шағын бейнесімен твит жариялады. Тақырыпта «Сіздердің біреулеріңізде биылғы жылы үлкен саяхатқа жоспарларыңыз бар ма?» деп жазылған. Бір қызығы, жаңа Mass Effect ойынының директоры Майкл Гэмбл бұл хабарламаға түсініктеме беріп, олар біздің қайда бара жатқанымызды білсе ғой деді. Саяхат Нормандияның экипажына қатысты екені анық. Жаңалықта Лиара Тассони пайда болатынын білеміз, және бұл Mass Effect-ның тікелей жалғасы болуы мүмкін. Бәлкім толыққанды тұсаукесер 2020 жылы E3-те жарияланады. Ал оған дейін BioWare көрермендердің қызығушылықтарын жай ғана арттырып отырады. Бүгінге жаңалықтар топтамасы осы. Келесі кездескенше.